Құрметті достар, біз Түркиядамыз. Келуімізге бір ғана себеп бар, бұл футболдан Қазақстан суперкубогы. Қостанайдың Тобылы мен Шымкенттің Ордабасы командалары 2024 жылғы Қазақстан суперкубогын сарапқа салады. Осы матчқа арнайы елімізден бірнеше журналист келді, олардың арасында біз де бармыз. Ендеше Бек спорт арнасына жазылып, осы футболдан суперкубоктағы репортажымызды қабыл алыңыздар. Ендеше кеттік, достар. Ордабасы командасы жаттығу жиындарын өткізіп жатыр, матч алдындағы мықтылардың бәрі қатарда жүр. Что касается второго вопроса, у нас должен быть 3 хороших вратаря. У нас сейчас есть и Покатилов, и Бусурманов, и Мелихов. И поэтому они работают очень хорошо, конкуренция серьезная и хорошая. Завтра посмотрим, кто будет. Первый вопрос был Про российские футболисты. Я не буду разговаривать, поэтому в прошлом году, слава богу, нам получилось все, и все футболисты играли. Только на последней игре против Витория Ползан забрали визы, буквально день игры пришли футболисты из России и из Белоруссии. Поэтому я надеюсь, в этом году сейчас не будет проблема, будет нормально все, и мы должны готовиться. Наша задача есть, чтобы были лучше, чем в прошлом году в Лиге Европы, в Еврокубку. Haydi. Мәке, сіз айтыңыз. 3-1 или 1-0. Кім ұтады? Ордабасы ұтады. Айеке. 2-1 Ордабасы ұтады. Әлімжан. Ау? Кім ұтады шот? Ордабасы 2-0. Есеп 2-1 командасы шекетке көріп отыр. Кім ұруы мүмкін гол? Ислам Чесноков және Ахмет Эльбес-Саудиго. Вот командалар шығып жатыр ма? Төрешілер. Ордабасы капитан тағы берген. Темірлан Ерланов, Макаренко, Шахбоз Умаров, Сергей Малый. Тобыл ойыншылары бар. Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Қазақстаным. Шымкенттің жанкүйерлері бар, мына жерде көріп атсыздар. Ленгерден де келіп апты. Жаңа әнұран орындалған кезде көрдік. Ордабасы сапында негізгі құрамда 4 Қазақстанда 7 легионер ойнап жүр. Тобылда 3 негізгі құрамда 3 Қазақстанда, қалғаны легионерлер. Бұрыштама добы басталып жатыр. Міне алғашқы матчтағы алғашқы бұрыштама добы Ордабасы орындалады. Қауіпті. Тағы да бұрыштама. Асқат тағы берген өзі тебет көтереді қазір. Гол! Тобыл сапына Ордабасы гол соқты, бұрыштан көтерген, Асқат тағы берген болатын. Шымкенттік команда есепті ашты. Қуаныштарында шегі жоқ. Бірінші таймның аяқталу тұсына жақындаған кезде гол соғып отыр. Міне. Дәл міне матч тура қарасаңыздар 45 минут көрсетіп тұр. Тура сондай уақытта, яғни ойынның негізгі уақыты біткен бетте гол соғып үлгерді. Ордабасыда Макаренко болса, Тобылда Миладинич бар. Таразы басын теңестірді. Қостанай командасы ойынға кірісті. Әлі де өздерінің мүмкіндіктері бар, сондықтан соңына дейін ойнайды. Бірінші таймда Ордабасы есеп ашса, екінші таймның 60 минутында Тобыл Таразы басын теңестіріп үлгерді. Седневтан да тер шыға бастады. Бағанағына емес қазір. Аланың шетіне шығып подсказка беріп жатыр ойындашыларға. Достар, жаңа Ордабасы мен Тобыл жанкүйерлері арасында аздағы стычка болып қақтығыс. Бірақ барлығы ойдағы шешілді. Енді алаңдағы ойынға келсек, ешқандай есепте өзгеріс жоқ. Әзірге есеп 1-1, екі команданың да жеңілгісі жоқ. Айта кетейік, бірінші орын алған командаға 25 миллион теңге сыйақы қарастырылған, екінші орынға 15 миллион. Сондықтан чемпион
финалисттен көбірек алады. 10 миллионға ендеше мұндай мүмкіндікті қай команда болсын да жібергісі жоқ. Тобылдың міне соңғы минуттарда қауіпті шабуылы басталып келе жатыр. Иванович тап алып Бекқан Шайзада өз орнында. Осымен негізгі уақыт бітті. Екі команда осымен екінші матч қатарынан негізгі уақытта теңесіп отыр. Бұған дейін Уинтер яғни қысқы кубокта 0-0 болған, бұл жолы 1-1 есебі тіркелді. Достар, ойынның негізгі уақыты бітті. Есеп 1-1. Тобыл сапынан Миладинович, Ордабасыдан Макаренко соқты. Украиналық болушы. Енді экстра тайм болмайды. Бірден пенальти сериясы басталады. Бұнда футбол лотереясы саналатын бұл жерде қай қақпашының мықты екені дәлелденеді. Осыған дейінгі неде Ордабасы жеңіске жеткен болатын пенальтиде. Өздеріңіз білесіздер, екі қақпашы да кезінде ұлттық құрамаға шақыртылып жүрген қақпашылар. Біреуі Тобылда ол Стас Покатилов, Ордабасыда Бекқан Шайзада. Құралбек Ордабаев ағасынан кейін ұлттық қазақ қақпашыларының арасында шоқтығы биік деп болашағына үлкен үміт күттіретін Бекқан Шайзаданың бүгінгі мықтылығы қандай болмақ, оны өздеріңіз бірге тамашалайық. Пенальтиге дайындалып тұр жігіттер. Пенальтиді сәтті орындады Тобыл капитаны. Бекқан түк істемей қалды бұл жерде. Енді Стас Покатиловке келіп тұр кезек. Тобыл енді міне Ордабасының кезегі ойыншыларының. Стас Покатиловке соғалама. Көреміз қазір. Стас қайтарып ет, бәрі қақпаға кіріп кетті. Сәттілік жетіскен жоқ бұл жерде. Қазір көреміз енді Бекқан Шайзадада кезек. Салды. Сенімді өте. Өте сенімді. Салды ешқандай без варианты. Енді қазір соңғы мүмкіндік, егер Тобыл саламаса ойын бітет, салса әрі қарай бір қателікке дейін жалғасады. Есеп әзірге 4-3 болып тұр. Қазір көреміз. Ордабасы алды. Мына Тобылдың негізгі пенальтилерінің соңғысы Ислам Чесноков. Ұлттық құраманың салды. Ислам ешқандай мүмкіндік. Ерке Бұлан Тұңғышбаев келді. Кезінде ұлттық құрамада ойнаған жартылай қорғаушы. Былтырдан бері Шымкентте ойнап жүр. Оның алдында Павлодарда доп тепкен. Қателесті Мима. Енді Тобылдың мүмкіндігі. Қазір көреміз. Бекқан қайтара алмаса, онда Тобыл чемпион атанады. Егер Бекқан қайтарса, онда әрі қарай жалғаса береді. Қазір көреміз. Тобыл чемпион. Осымен бітті. Тобыл чемпион. Тобыл 3-ші рет Қазақстан Суперлигін алып отыр соңғы 5 жылда. Жігіттер. Жігіттер мәз міне Тобыл Қазақстан Суперкубогын жеңімпазы атанып отыр. Тобыл жігіттерінің қуаныштарында шек жоқ. Көріп атсыздар. 25 миллионға ие болды. Өткенде қысқы кубокта кеткен есені қайтарды. Жігіттер мәз.
Спор не болды, Жуниор? Марат Достаевпен. Спор. Спор енді білмеймін енді. Марат сторисқа салады, что Тобол чемпион. Бүкіл жанкүйерлерімізді құттықтайды. Бүкіл Күтеміз онда. күтеміз. Тобыл жігіттері қуаныштарын көріп атыстар. Наконец-то Казспорт арнасы бір нормальный журналист жіберді шетелге. Бүгінгі әлемдік суперкубокта 15 миллион теңге. Қазақстан Республикасы әлемдік суперкубогының қатысушысы Ордабасы футбол клубы. Тобыл футбол клубы! Бәрекелді, енді кешіміздің ең басты оқиғасына дайын болсақ. Құрметті ханымдар мен мырзалар, дәл қазір Олимбет Қазақстан Республикасының суперкубогы табысталады. Сіздердің қошеметтеріңіз. Тобыл футбол клубы! Достар, осымен Қазақстан суперкубогы өз мәресіне жетті. Қостанайдың Тобылы кезекті рет чемпион атанып отыр. Тағы да қайталап айтамыз, соңғы 5 жылда бұл команда суперкубокта 3 рет ойнаған, соның 3-інде де жеңіске жетіп отыр. Бұл жолы Ордабасыдан басым түсті. Пенальти сериясында Еркебұлан Тұңғышбаевтың қателесуі Тобылға жеңіс әкелді. Қостанайлықтарды құттықтаймыз, маусымға сәттілік тілейміз. Жалпы Тобыл осымен соңғы 5 жылда 3-ші рет Қазақстан суперкубогына қол жеткізіп отыр. Бұл өте керемет нәтиже. Команда енді алда Еуропа лигасында бақ сынайды. Қазақстан чемпионаты бар. Қостанайлықтарға біз сәттілік тілейміз. Сол секілді Ордабасыда ел намысын чемпиондар лигасында қорғайды. Матчтан кейін баспасөз мәжілісінде бас бапкері Александр Сейдинов усиление керек екенін, жаңа ойыншылардың қажет екенін айтып қалды. Сондықтан Шымкенттің команда басшылары тренерге көмектесіп, жаңа ойыншылар алып береді деп үміттенеміз. Өйткені Ордабасы еліміздің тағы да қайталап айтам чемпиондар лигасында намысын қорғайды. Соңғы рет Астана 2015 жылы топтық кезеңде ойнаған, міне содан бері 9 жыл өтіпті. Біз тағы да бір командамыздың чемпиондар лигасының топтық кезеңде ойнағанын қалаймыз. Жалпы биылғы маусымда үлкен тартыс болады деп күтіп отыр. Қазақстан кәсіпқой футбол лигасы да үлкен өзгерістердің бар екенін айтып қалды. Суперкубоктан кейін осы Қазақстан кәсіпқой футбол федерациясының басшысы Рафаэль Гарибаянмен сұхбаттастық. Ол да қаншама өзгерістердің барын, біраз жаңалықтардың болатынын айтып қалды. Ендеше тартысты маусым болады деп күтеміз. Еліміздегі футболдың дамығаны кімге болса да жақсы деп ойлаймын. Жанкүйерлерге бір ерекше серпін қажет. Алда ұлттар лигасы бар. Қазақстан Грекиямен ойнайды. Сол ойынға барып та бір өздеріңізге ақпарат ұсынуға тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңыз аса маңызды. Бұл бір банальный сөз емес. Өйткені кері байланыс болса, сіздердің тараптарыңыздан қолдау болса, бізге де мотивация. Ендеше сау болыңыздар. Алдағы уақытта Қазақстан футболы жалпы әлем спорты болсын. Қандай видеолар көріңіз келеді, каналға жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңызды біз ескереміз. Сау болыңыздар.